Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен ерекше дәмді, нәзік дайындалатын сүтті шоколадты десерт дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп шығыңыздар. Барлық құрамын, ингредиенттерін видеоның астында описанияда қалдыратын боламын. Бұл десерттің ерекшелігі өте оңай дайындалады және үйдегі бар заттармен дайындай бересіздер. Бізге алдымен керегі 400 грамм сүт. Негізі құрамында 500 грамм деп жазылады. Біз алдымен 400 грамм сүтті алып, оған 100 грамм қант ұнтағын араластырамыз. Сосын отқа қойып, келесі 100 грамм сүтімізді дайындайтын боламыз. Бұл сүттің жартысы менде кілегей болғандықтан, майлылығы өте жоғары, сондықтан мен оның жартысына сүт қосып араластырдым. Өйткені какаоны кілегеймен араластырған кезде ол араласпайды. Сондықтан жартысын сүтпен араластырып барып, какаоны қосқандарыңыз дұрыс. Какаоны осылай ситадан өткізіп, араластырып алғаннан кейін қызып тұрған сүтімізге құятын боламыз. Осылай какао қосылған сүтті құйып араластырамын. Оған осындай 90 грамм шоколад қосамын. Қызып тұрған сүт болғандықтан шоколадты араластырамыз, тез еритін болады. Келесі қоспа агар-агар. Оны 30 грамм салқын суда осылай араластырамын. Дайын болған агар-агарды қызып тұрған сүтке қосатын боламын. Баяу отта араластырып отыру керек. Қайнағаннан кейін 10 секунд отта ұстап, отты өшіретін боламын. Менде осындай пластмассалық бутылка, жанын қайшымен қиып, дайын болған сместі осыған құятын боламын. Кез келген сүттің немесе соктың ыдыстарын пайдалансаңыздар болады. Құйып болғаннан кейін бутылканың төбесін ауа кірмейтіндей етіп жақсылап жабамын да 2-3 сағатқа тоңазытқышта суытатын боламын. Міне шоколадты десертіміз дайын болды. Менде 2,5 сағат тоңазытқышта суыды. Енді осыны формадан аккуратно шығарып алатын боламыз. Осындай жұмсақ, нәзік, үлпілдеген шоколадты десертті дайындап көріңіздер. Өкінбейтін боласыздар, өте оңай дайындалады. Маған дәмі өте қатты ұнады. Егер видеом ұнаған болса, лайк басып, комментария жазып, қолдап кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Ерке. Келесі жаңа рецепттерде жолыққанша аман сау болыңыздар.